Азаматтық авиация академиясының 4-ші курс студенті болып табыламын. Неге бұл бағытты таңдадым? Өйткені бұл біріншіден әкемнің бала кезіндегі арманы болды, бірақ әкем бола алмады. Былай айтқанда, желание дейді ғой, желанием ашылып, авиамодельный спорт кружогына қатыстым. Онда көптеген жүлделі орындарды алдым. Және 2019 жылы ағайымыздың айтуы бойынша Азаматтық авиация академиясы туралы естідім. 2019 жылы 1-ші курс студенті болып түстім. Қазіргі таңда 115 сағат ұшып қойдым. Алдағы таңда әлі көптеген асулы белестер бар бағындырмаған. Қайырлы күн, ұстаз. Сәлем, Ералхан, қалың қалай? Демалысың қалай өтті? Кешегі берілген тапсырмаларға дайындала алдың ба? Ұшуға дайынбысың? Жақсы, иә, дайынмын. Онда іске кірісейік. Әуелі кеше үйренген элементтерді қайталаудан бастайық. Бірінші ұшуымыз дайындық ретінде өтеді. Кейінірек жұмыста ақырын қиындата түсеміз. Күнделікті істеп жүрген стандартты командалардан бастаймыз. Колауттар, мына жерде жүретін жолымыздың маршрутын бекітеміз. Дайынсың ба? Иә, онда іске сәт. Ералхан, да, студент 4-ші курс. Ералхан 4-ші курс студенті. Теориялық оқуларды терең меңгерген білімді маман. Қазіргі таңда дайындық ұшағында дәріс алып жатыр. Бұл дәрістерден кейін оны көп қозғалтқышты ұшаққа отыру барысында өзін қалай ұстайтынын тексереміз. Кейінірек инструмент рейтинг қабылдайды. Бұл әрбір ұшқыштың өтетін жолы. Алайда бұл дайындық ұшағына кіру әркімнің басына бұйыра беретін бақыт емес. ATPL атты қиын сынақтан көп студент өте алмай қалады. Нағыз топ жарған жігіттердің қатарынан бүгін Ералханды көрініп отыр. Мұнда Ералханның алғырлығы мен табандылығын айта кету керек. Жылы мен азаматтық авиациясына оқуға түстім. Және осында Ералханмен таныстым. Ол маған кім болып келеді? Ералхан мен жақын досым. Дәл осы академия бізді жақындастырды. Өмірінде бір жағдайлар болған, дәл сол сәтте маған үлкен қолдау көрсеткен бірден бір адам болды. Содан кейін де оның бойында басқаша жақсы қасиеттерді байқай бастадым. Тек қана пилот емес, жақсы повар, өйткені бізді бір әдемі пловпен таңғалдырған кездер болған. Плов жасап беріп бізге общежитиеде. Одан бөлек талантты адам, өте сабырлы, алға қойған қандай да бір мақсаты бар. Сол мақсатқа жете білетінін, нағыз жігіттік қасиеттерге ие, жақсы жігіт, жақсы адам, жақсы жеке тұлға.
өздеріңіз байқап тұрғандай, мынау Азаматтық авиация академиясының стандартты кабинеттерінің бірі. Оң жағымызда, бұл жақта біз теория өтеміз. Сол теория өткендегі білімімізді осы практика жүзінде қолданамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, алдағы үстелдердің үстіндегі самолетқа қатысты керек заттар, олар айта кететін болсақ APU, және де авиагоризон, турбина, және де басқа самолетқа керекті заттар. Өздеріңіз байқағандай, мына сол жақта үлкен двигатель тұр. Бұл двигатель бізде кезінде Ту-154 самолетта қолданған двигатель. Осы двигательдер арқылы біз үлкен самолеттардың қалай жұмыс жасайтынын, қалай көрінетінін, осында біз өзіміздің шеберліктерімізді шыңдап, білім алып шығамыз. Жігіттер шторды іліпсіздерші, қалай көресіңдер? Уже ұйып қойдың ба, жүр? Келді ғой. Телевер мен қазір сабақ істеп қоймын барын. Осы, ана жақта отыр. Маған бой жетпей жатыр ғой. Ер әкелшін, оны жүрші. Жүрші, оны. Жүрші, Давай, әкелейін. сессия ашын жатыр, оны. Сессия болса, келесі айдың 20-сына деп жатыр. Айтық нормально ма? Болады. Неше пән бар? Екеуі қалды, екеуі почти бітіп қалды. HP бар ма? Сол HP алды. Human, Airlow, Giraffe, Instrumentation, Сенде че не отыр? Журналистка болмай отыр пока что. Кеспей отыр ғой. Бір сабақ қоймай отыр ғой. Ассалаумағалейкум. Балам, ассалаумағалейкум. Алейкум-салам. Қалайсыздар? Қалайсың балам? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Аллаға шүкір жақсы. Қалай сабақтарың қалай? Жақсы, сол сабақтан шығып келгем вообще. Өздеріңіз не істеп жатсыздар? Аллаға шүкір жақсы, жұмыстан кейін келіп шай ішіп. Тамағалар беріп жүріп, серуендеп. Жаңа суалға шыққанбыз неге. Соны суалға алып келіп отырмыз. Қарындастың сабақ оқып отыр. Өздерің қалай сабақтарың? Жақсы, сол сабақтың жайымен. Басталып отыр. Басқа группаластарың практикаға келді ма? Жоқ, әлі шотыр олар. Ұзақ шығады, погода жоқ. Неше бала оқып? Ау? Неше адам оқасыңдар? 45 шақты о. 45 шақты. Сабақ, бала давай жақсы. Все, болды. Сәлем алейкум негіз. Хорошо. Сабақтарына жақсылап қараңдар. Кітаптарын, дәптерлерін, қаламдарын бәрін түгендеп алдың ба? Бар ма? Бар, алма. Саламатсыз апай, қалайсыз? Апай, жұмысқа барып келсем қалай болады? 5 минутқа кешігемін. Есті ашып бере аласыз ба? Комнатаны жинап қойдым апай, мусор бәрі төгілді. Таза. 5 минутқа ары кетсем. Все, хорошо апай, рахмет. Болды апай, все хорошо, рахмет, сау болыңыз.
Алло. Алло, қалайсыздар, мама? Жақсы, не істеп жатсыздар? Сол мен де жұмыстан шыққам енді. Жоқ, жұмыс үлгеруге болады. Сол енді общежитияға айтын деп жатқам мен. Все, жарайды тогда. Абайлап қайтам ғой. Все, жақсы, сау болыңыздар. Біз қазір горка пилотажын жасадық. 4000 фут высота жинау үшін крен 30-бен, спираль әдісімен высотаны жинап жатырмыз. Қазір біз горизонтальный полеттамыз. Мынау біздің высотамыз. Бұл жақта давление көрсетеді. Горизонтальный полетта бізде 3000 фут аэродромның кругында ұшып жатырмыз, Тараз қаласының. Мынау біздің скоростіміз, вариометр, авиагоризонт, скольжение және де курсымыз. Осы 6 прибордың көмегімен біз ұша аламыз. Ұшқышқа ең керекті осы 6 приборлар бізде бір панельде көрсетіліп тұр. Және де қазіргі таңда біз трайверсді өтіп бара жатырмыз. Мынау сіз көріп тұрғандарыңыздай біздің двигательдің мощности оборот береді. Revolution per minute. Енді оқу бітіргеннен кейін үлкен авиацияға барлық ұшқыштардың ойында бар. Түсуге, үлкен ұшақтарды ұшуға, үлкен ұшақтарды бағындыруға, үлкен биіктіктерде эшелондарда ұшуға. Айта кетсек, бір қиын сәт бар, ол деген мысалға компанияларда жас пилоттарды ала бермейді, неге десеңіздер, өйткені олардың жасы сәйкес келмейді. Алдағы таңда әлі көптеген асулы белестер бар бағындырмаған, және де оқу бітіргеннен кейін болашақта үлкен самолеттарда, үлкен авиакомпанияларға жұмысқа кіруге ойымда бар. Қазақта айтады ғой, бақ шабама және бап шабама деп. Бағымыз сынап көреміз, болашақта не бола жатарын әлі ешкім білмейді, сондықтан да тек қана оқып және алдыға қарай жылжу керек. Әрбір ұшқыштың арманы ол оқу бітіргеннен кейін үлкен авиацияға кіріп, үлкен биіктіктерде ұшып эшелондарына бағындыру. Және де бұл жолға дейінгі кедергілерді біз бағындыра білуіміз керек. Өзіміздің білімімізді шыңдап, опытымызды более опытнее болып, осы кедергілерді бағындыру керекпіз. Бұл бала кездегі арман болғандықтан біз барлығы үшін дайынбыз. Және де оқып, шыңдалып, үлкен авиакомпанияларға кіруге тырысамыз.